Адамдар үшін көлденең жолақпен айналысу әдеттегідей. Көлденең жолағы ерлер, әйелдер және балалар үшін өте пайдалы жаттығу құралы болып саналады. Штанга жаттығулары мектептің дене шынықтыру бағдарламасына енгізілген. Бұл бейнеде біз көлденең жолақта жаттығу жасасақ, денеде қандай өзгерістер болатыны туралы сөйлесетін боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көру тәрбиелік мәні бар. Егер олар осы уақытқа дейін жасамаған болса, арнаға жазылыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізді қатты ынталандырады. Көлденең жолақтағы сабақтар не үшін пайдалы? Көлденең жолақ арқа мен омыртқа денсаулығына арналған құнды жаттығу құралы болып табылады. Дене қалпын жақсартуға, бұлшықет көрсетін нығайтуға және бүкіл дененің денсаулығына тамаша құрал ретінде қызмет етеді. Біріншісі, штангадағы физикалық жаттығулар дәрі-дәрмектерді алмастырады және иммунитеттің әлсіздігінің алдын алады. Нәтижесінде көптеген аурулардың алдын алады. Отырықшы өмір салтына байланысты дененің тоқырауына жол бермеу керек. Осылайша физикалық белсенділікті тудырмайды. Дененің денсаулығын тіпті тұрақты емес, күш жаттығулармен немесе тіпті көлденең жолаққа іліп қою арқылы сақтауға болады. Дегенмен, жүйелі түрде және белгіленген кесте бойынша жаттығулар жасалса, әсер әлдеқайда күшті болады. Кезінде бұл көлденең жолақтағы сабақтардың негізгі ережелерін сақтай отырып, аптасына бір рет 10 минуттан гөрі күн сайын 1-2 минут ілулі тұрған жақсы. Екінші, көлденең жолақтағы виз омыртқадан күні бойы жиналатын кернеуді кетіруге мүмкіндік береді. Омыртқа созылады. Арқа бұлшықеттері созылады. Осылайша оларды босаңсытады. Тірек қимыл аппаратының проблемалары үшін, сондай ақ шеміршек тіндері тозған кезде омыртқааралық дискілерде шамалы дистрофиялық өзгерістер байқалса, тарту ұсынылады. Омыртқалар арасындағы қашықтық қысқарып, омыртқаның қисығы өзгергені. Үшіншісі, штангаға тартылу кезінде жүрек, қан тамырлары мен тыныс алу жүйесіне үлкен жүктеме түседі. Сондықтан денеңізге зиян келтірмеу үшін, керісінше, оны жақсарту үшін жаттығуларды дұрыс орындау керек. Бастау үшін көлденең жолақтағы жаттығуларды ауыртпалықсыз орындау керек. Жарақаттанбау және болашақ физикалық даму үшін жақсы негіз жасау керек. Уақыт өте келе ғана көмектесу үшін қосымша салмақтар мен салмақтарды алуға болады. Көлденең жолақтағы сабақтар сымбаттылыққа, арқа мен қол бұлшықеттерін, іш қуысын, кеуде қуысын нығайтуға келеді. Егер сіз салмақпен айналыссаңыз, бұл бұлшықет өнімділігі мен дененің күш-қуат мүмкіндіктерін арттыруға көмектеседі. Маңызды. Денеңізді қыздырғаннан кейін көлденең жолақ жаттығуларын жасаған дұрыс. Жылы, ыстық душ, әдеттегі отжимание немесе кардио жүгіру. Ер адамдар үшін штангалық жаттығулар потенциалды қалыпқа келтіргісі келетін және жақсартқысы келетін, эрекцияны күшейтетін, зәр шығаруды қалыпқа келтіргісі келетін ер адамдар үшін ерекше маңызға ие. Егер сіз арқа мен аяққа күш түсіретін болсаңыз, тестостерон өндіріледі. Органдардағы қан айналымы жақсарады. Ерлер гормондары мен адреналин деңгейі қалыпқа келеді. Соның салдарынан көңіл күй жақсарады. Бұлшықет кернеуі төмендейді. Сонымен қатар ерлерге арналған көлденең жолақ жаттығулары пайдалы болады. Дене шынықтыруды сақтау, миды, жүректі және басқа мүшелерді оттегімен байыту, омыртқа мен бұлшықет көрсетін нығайту, дененің төзімділігі мен күшін арттыру, иық белдеуінің, қолдың және арқаның көлемін ұлғайту. Әйелдер үшін көлденең жолақ әйел ағзасына да өте пайдалы. Кернеуді жеңілдетеді, әдемі дұрыс қалыптастырады, іш қуысын, аяқтарын және бөкселерін сорады. Салмақ жоғалтуға мүмкіндік береді, кеуде қуысының көлемін арттырады, қолдың байламдары мен буындарын нығайтады, омыртқаны емдейді. Балалар үшін қазіргі балалар өте жақсы көреді. Компьютерлер мен гаджеттерде ойнауға отырыңыз, теледидар көріңіз. Бұл позаның бұзылуына әкеледі. Сколиоз немесе дегенеративті диск ауруы біртіндеп пайда болады. Бұған жол бермеу үшін баланы әртүрлі физикалық жаттығуларға, соның ішінде көлденең жолаққа іліп қоюға дағдыландыру керек. Осылайша арқа сау, серпімді және тегіс болады. Көлденең жолақтағы әрекет арқаны, қолды және іш қуысын нығайтуға мүмкіндік береді. Жалпы, ерлер, әйелдер және балалар үшін көлденең жолақпен жұмыс істеудің пайдасы бірдей. Маңыздысы, ерлердің, әйелдердің және балалардың қаншалықты қиын және қандай жаттығуларды ұнататыны. Штангалық жаттығуларға қарсы көрсетілімдер. Штангалық жаттығуларға қарсы көрсетілімдер жоқтың қасы. Жасына, бойына және салмағына критерийлер бойынша шектеулер жоқ. Жаттықтырушының бақылауымен жаттығу жасаған дұрыс. Әсіресе арқаңызда қандай да бір ауру болса. Тәжірибелі жаттықтырушы сізге көлденең жолақта не істеуге болатынын және не істеуге болмайтынын айтып береді. Бірақ
Егер сіз өзіңіз айналысатын болсаңыз, онда көлденең жолақта жаттығуға қарсы болады. Егер сізде остеохондроз, омыртқа-аралық грыжа, кифоз, лортоз, сколиоз, спондилоз, омыртқа-аралық дискілердің шығуы, жоғарғы аяқтың буын аурулары, дұрыс тарту техникасы денеге зиян келтірмеу және көлденең жолақта тартылудан пайда алу үшін мыналар қажет. Алдымен денені дайындаңыз, яғни жылытыңыз. Бұл жаттығудың басынан бастап денеге қосымша жүктеме береді және одан ешқашан секірмейді. Тартқанда дем шығар, түсіргенде дем шығар. Сіз жұлқынып, кенет қимыл жасай алмайсыз. Бәрін бір қалыпты орындауыңыз керек. Тартылу техникасы келесідей. Асылып, тізеңізді бүгіп, астыңызға баспай, артқа тартыңыз. Терең дем алғаннан кейін, иық пышақтарын қатайтыңыз, баяу тартыңыз. Бұлшық еттеріңізді босаңсытыңыз. Басыңды түзу ұстауға тырыс, алдыңа қара. Дем шығаруды жоғарғы нүктеге дейін созыңыз, содан кейін кідіріссіз баяу төмен түсіп, дем ал. Жаттығуларды мүмкіндігінше қайталаңыз. Жарақат туралы ескерту, қауіпсіздік шараларын ұмытпау керек. Тартылуды тек дұрыс қалыпта орындаңыз. Аяқтың бүгілуі тік бұрыш жасауы керек. Артқы күштің арқасында шынтақпен төмен түсіп, тігінен қозғалу, магистралды тербелу немесе серпілу емес, бұлшықеттермен көтеру керек. Тартылу кешенінің басталуы, дем алу, содан кейін кешіктіру, аяқталуы, дем шығару. Мойын омыртқасына зақым келтірмеу үшін иегін көтермеу, басын артқа еңкейтпеу, мықтап ұста. Бір түрлі сезіммен, ауырсынумен, егер бұл әдеттен тыс шаршау немесе крепатура болса, жаттығуды тоқтатып, дәрігерге қаралу керек. Осылайша, егер сіз қарапайым ережелерді сақтасаңыз және штангада үнемі жаттығулар жасасаңыз, денсаулығыңызды бірнеше жылға ұзартуға болады. Сен көлденең жолақта жаттығасың ба, әлде фитнес-клубтарды көбірек ұнатасың ба? Түсініктемелерде бізбен бөлісіңіз. Бұл бейнені соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылсаңыз, одан әрі пайдалы ақпарат көп болады. Жаңа кездесулерге дейін.